Қайырлы күн, құрметті көрермен қауым. Бүгінгі руханияттағы рухани сұхбат бағдарламасының қонағы 90 жастың торқалы төріне жақындаған біздің Бекжаппарова Күлжамиля апамыз келіп отыр. Қош келдіңіз, апа. Мынау 90-ның төріне шығу деген қалай екен, апа? Бақытсыз ғой. Құдайға шүкір. Шүкір Алла. Бала шағаларым бар. Иә, еңбек жасадыңыз, шопан болыпсыз, көмекші болыпсыз, қанша бір жұмыс жасағасыз. Иә, соның еңбегінің жемісі шығар, мына кеудеңізде орден медальдар тұр ғой. Иә. Апа, қиын кезеңдер болды ғой. Болды ғой. Иә, соның бәрімен төздіңіз. Құдай қаласа 5 баланың анасысыз. Өзіңіз қанша шөбере, қанша немере көріп отырсыз? 16 немере деп естідім. Шөпшегіңіз 45 деген естідім. Солай ғой? Шүкір, қазақ баласын санамаймыз дейді. Бірақ сонда да 90-ға келіп, бұл үлкен ұрпақтар сабақтастығы деп есептеймін, апа. Енді мынау қиын кезеңдер болды. Сол кезде қиналған сәттеріңіз болды. Сол бұрын шопан болған кезде қандай жұмыс атқардыңыз? Соны айтып жіберсеңіз, апа. Мағата соған жәрдемші болып, тамағын істеп беріп. Шалыңыз шопан болды ғой? Иә. Есімін айтып жіберсеңіз? Шоқан Төлеу. Шоқан Төлеу көкеміз. Қазір өмірден өтті ғой ол кісі? Иә, қайтқанмен. Иә. Енді сол кезде қиын кезеңдерде анау таудың жиегінде тұрдыңыздар ма, етегінде? Иә. Ол жақта қалай деп айтылатын еді? Шәулімше ма? Шәулімше. Сол жерде жұмыс жасадыңыздар? Иә. Иә. Ал енді ол кезде қазіргідей газ жоқ, су жоқ. Қалай күн көрдіңіздер? Қандай болды? Тасымал болды ма? Тасымал ғой, кәдімгі қазан астына от жағамыз. Иә. От жағасыз, суды қаяқтан тасисыздар? Водовоз әкеледі. Водовоз әкеледі, сосын Ақбұлақтан іштіңіздер ғой суды? Иә. Бір қиналған сәтіңіз бар ма, апа? Бір тамақ дауып... Қиналған жоқпыз. Бәрі орында болды. Қолда мал болды? Иә. Ет үзілген жоқ? Ет қаяқтан үзілген. Иә. Апа, табананды өзіңіз жапқан шығарсыз? Иә, табанан. Жабам ғой? Иә, менің анам табанан жапқанда арасына шұжық салып, пияз салып істейтін. Сол кезеңді, сол иісті табананды қатты сағынам. Өзіңіз жасадыңыз ба? Иә. Жасадыңыз ба? Жасаймын ғой. Апа, шашыңыз ұзын болды ма? Жоқ, орташа болды. Орташа болды. Шашбау тақтыңыз ба? Шашбау тақтыңыз ба? Шашбау таққан. Таққан жоқсыз ба? Жолдасыңыз қаталы болды ма? Жоқ. Өзіңізге жайлы болды ма? Иә. Сыйлап өстіңіздер ғой? Иә, бір-біріміз сыйлап. Иә. Апа, бір қызық болсын айтыңызшы, мынау келешек жастарға да, ұрпаққа да өнеге болсын. Қазіргі жастар істемейді ғой мұны. Иә. Қазір енді заман өзгерді, жаңарды, қазір де жастар істеп жатыр. Бірақ енді жаңарған күйде жасап жатыр да? Иә. Ал енді, апа, бізде қазір өзі ұнатып қосылады ғой. Сол көкемізге сіз ұнатып қосылдыңыз ба? Жоқ, ата-анаңыздың айтуымен бардыңыз ба? Қолдан бармайды. Өзіңізге сөз салып келді ма? Жігітті ұнаттыңыз ба, ағамызды? Ағамыз бірінші ұнатқан шығар сізді? Иә. Апа, өзіңіз балдарыңызға қандай өсиет айтып отырасыз? Балдарына жақсы болды, өсиет айтам, жаман болды меймін ғой. Иә. Оның ішінде ала жіпті аттама, ұрлық жасама. Жоқ, ондай істемейді ғой. Иә. Енді балдарыңыз қалай жетілгенде, бәрі қызметте ма, атын атап айтсаңызшы, айта аласыз ғой, иә? Аттар өзіңіз. Енді мақұл, апа, ондай болады балдардың атын ұмытқан. Бірақ енді немерелеріңізден, шөберелеріңізден есіңе түскені бар ма есіңізде? Үйдегі балдардан? Білмеймін. Иә, бірақ баламай деп шақырасыз ғой? Иә. Көршілерге қатысасыз ба, апа? Иә. Көршілер келіп тұрады ғой, ағайындарыңыз бар ғой. Ал енді төркіннен кім бар, апа? Төркіннен бар ғой.
Отыр бір оны. Төркіннің біреуі отыр ғой. Иә, дұрыс айтасыз апа. Төркін қашанда қыз жат жерде жүрсе де, жақсы түс көрсе, төркініне жориды дейді. Иә. Ал енді өз балдарыңыз сол тәрбиелі болып өніп өсті барлығы. Жетілді. Ал енді қазіргі денсаулығыңыз қалай? Балдарыңыз қарап, қазір сіздің жағдайыңызды жасап отыр. Жасайды. Иә, демалысқа барып келіп жатқан шығарсыз. Осы уақытқа дейін жаңағы бұрын курортқа бардыңыздар ма жолдасыңыз екеуіңіз? Барсақ барған шығармыз, оны ұмытып қалдым. Апа, мынау бұрынғы кезде, күш бар кезде, мына балдарымызды ертіп, қыдырып, жан-жаққа қыдырып жүрдік. Сол бала ертіп жүруді ұнататын бедіңіз? Ұнатам ғой. Баланы ұнатпайтын адам бар ма? Иә. Үйдегі немерелеріңіз нешеу? Үшеу ма, төртеу ма? Үйдегі, иә? Иә. Телевизор көресіз папа? Көрем. Газет оқып бұрын, жаңағы кітап оқыдыңыз ба бұрын? Қайдан кітапты оқыған? Оқыған жоқсың. Неше класс бітірдіңіз? Тимейді ғой, тимейді ғой. Иә, иә. Апа, неше класс бітірдіңіз мектепте? Бір 8 класс оқыдыңыз ба? Иә, оқыдық. Енді сол кездегі замандастарыңыздан бар ма қалғаны? Ауылда? Жоқ. Жоқ па, замандастарыңыздан ешкім жоқ па? Аңсайсыз, сағынасыз? Иә. Апа, ашуыңыз қандай? Тез келеді. Тез келеді. Тез қайтады. Қайтымы тез. Қазақта жақсы адамның ашуы шай орамал кеткенше деп айтады, иә? Сондықтан да ол тез кеткен жақсы. Апа, мынау жүрекке ренішіңізді сақтайсыз ба? Жоқ, сақтамайды. Кешірімдісіз ба? Иә. Бұрын ұршық үйірдіңіз ба? Үйірдік қой, кілем тоқыттық. Әр балдарыңызға арнап кілем тоқыдыңыз ба? Иә. Өзіңіз де тоқыдыңыз ба? Жоқ, өзім тоқыған. Иіріп бердіңіз ғой, Иә. Қай жасқа дейін иірдіңіз? Ойбай, әйтеуір. Бірақ жеткен жерге шейін иірдім. Апа, текемет бастыңыз ба? Иә. Сол текеметтер осы күнге дейін сақталды ма? Жоқ, құрып кетті. Барлығын ба? Қазір енді заман жаңа деп, барлығын жаңаша кілемдерге ауыстырып жіберді ма? Құртты ғой, Тігін тігетін бедіңіз, апа? Тігін тігесіз ба? Тігін тіктіңіз ба? Тігін тікпеймін. Қандай қолыңыздан ұршықтан басқа өнер келетін еді? Ештеңе келеміз. Нан жағам, от жағам, сол менің жұмысым. Иә, тамақ істеймін десеңші, иә. Балдарым бар. Иә. Көрші қоландар барлығы келіп тұрады, бір-бірлеріңізге қатысып тұрасыздар. Иә. Апа, ағамыз неше жасында кетті? Ойбай, ұлман білесің бе? Айтып жеріңіз, ағамыз, сол ол кісі 70-ке келді ма? 70-тен асып кетті. Асып кетті ма? Жақсы болған екен. Бірге тату тәтті өмір сүрдіңіздер ғой. Енді шынаяқ сылдырламай тұрмайды дейді. Ашуланған кезі, ол кісіге ренжіген кезіңіз болған шығар? Жоқ, ашуланбай, шалымда ренжімейді. Ол кісінің мінезі қандай еді? Соғыстан келген ғой, ол бешері. Сосын ештеңе жармайды. Ой, бешері дейді. Апа, бір жері жаралы болып келді ма? Жоқ, ішке жаралы. Жақсы болып келді, иә? Қай жақта соғысты? Қай жерде соғысты? Ойбай, білмеймін. Ұмытып қалған шығарсыз, иә. Соғыс ардагері болса өзі, мінезі жақсы болса, апа, сол кісінің мінезінің жақсылығынан, мынау балдарыңызға жақсы тәрбие бергендіктен сіз 90 жасты көріп отырсыз ғой. Құдай қаласа 100-ге келесіз деп есептейміз. Иә. Ол армандауға болады ғой. Менің Сәрсенбек деген ағайым болған. Иә. Нартайда. Иә, 100-ге келіп қайтыс болды. Сол кісіге 80 жасында оқушылар сұрақ қойған, сіздің арманыңыз бар ма деп.
Сосын ол кісі ойланып отырып, мысқылдап күлді да, арманы жоқ адам өлген адаммен бірдей, менің арманым көп әлі деді. Сол кезде менің де ішімде бір ой болды. Ай, 80-ге келгеннен кейін тағы қандай арман болады екен деп ойладым. Сөйтсем ол кісі 100-ге келгенше бүкіл балаларына пана болып, үй әперіп, машина әперіп, ұлағатты ұстаздығын көрсетіп, өте ақылдылықпен, қарапайымдылықпен, өзінің өнегесімен 100-ге келді. Иә. Мінекей қандай тамаша. Жақсы адам еді. Жақсы адам, иә. Өзіңіз танисыз ғой ол кісіні? Танимын. Иә. Ал енді сіздің арманыңыз бар ма? Мен арманым бала-шағаларым аман болсын, әйтеуір осыларды жаман қылған көрмеймін деп армандаймын. Қандай тамаша. Тізеңіз ауыра ма, апа? Жоқ, тізем ауырмайды, еш жерім де ауырмайды. Еш жеріңізде ауырмайды. Қандай бақытты анасыз сіз. Сол ауырмай келудің өзі тірлікті көп жұмысты істегеннен шығар деп ойлаймын. Иә, солай шығар. Солай шығар. Жұмыс істедік қой. Иә, көп жұмыс істедіңіздер, қимыл көп болды ғой. Қазір енді үйде тек жата бересіз ба, жоқ әлде тағы бір өзіңіздің істейтін тірлігіңіз бар ма? Жоқ, тірлігім жоқ, жата беремін. Жата бересіз ба? Баратын жер болса барамын. Мынау бір қазіргі заманда сотка деген бар. Соған қарамайсыз. Очки киесіз ба, апа? Көзәйнек киесіз ба, көзәйнек? Көзәйнегім бар, иә. Алысты көресіз ба, жақынды ма? Жақынды көрем. Жақынды көресіз, иә. Алысты көру үшін көзәйнек киесіз ғой. Ей, мінекей, ақжаулығы кірлемеген, ақсамайы ағарған, осындай аппақ біздің анамыздың бүгінгі біздің сұхбатқа келгеніне қуанып отыр ма, апа? Иә. Жастарға сенесіз ба, апа? Жастарға сенесіз ба? Келешек отанымызды қорғап отырған жастарымызға сенесіз ба? Жастарға сенесіз ба? Иә. Иә. Жастар біздің келешегіміз ғой, апа? Иә, дұрыс қой енді. Иә, иә. Біз ертең өз қаламыз ғой. Сондықтан болашақ жастардікі дейміз. Иә, жастардікі ғой. Иә. Ағайындарыңыз келіп тұрады ғой. Иә, ағайындар. Құдай қаласа жақсы тату тәттісіздер. Неше ағайынсыздар? Ойбай, айтқырсыз. Көп ба? Әйтеуір бар. Бар. Шүкір Аллаға, шүкір. Менің де сұрағым өзі қиғаштау болды өзі. 90-ға келген кісіге санын сұрап қоям. Бірақ апа, сіздің есте сақтау қабілетіңіз, сөйлесіңіз, іш жерім ауырмайды дегенге қуанып отырмын. Менің мысалы тізем ауырады. Тізем ауырмайды. Қандай тамаша. Соның барлығы көп қимылдан шығар деп ойлаймын. Құлағым естімейді. Шамалы ма? Енді апа, Құдай қаласа жақсылық сөзді осылай ести берсеңіз, естіп кетеді Құдай қаласа. Ол сен сөзіңді естіп отырмын ғой. Иә, иә, иә. Құдай жай анау-мынауды естімейді. Дұрыс болыпты. Апа, Құдай қаласа осы қаңтар айында сіз 90-ға толдыңыз. Ертең 2 наурыз күні сіздің торқалы тойыңызды 90-ның төріне отырғызып, халқыңыз сыйлап, сізге үлкен той жасап бергелі жатыр. Қуанышыңыз қандай оған? Жақсы. Қуанып отырсыз ғой? Иә. Иә. Ол бала-шағаларыңыздың арқасында. Құдай қаласа. Шүкір Аллаға деп отырсыз. Ал енді сол өзіңіздің ауылда қолда мал ұстайсыздар ғой, иә? Мал ұстайды. Ал енді қазіргі заманда дайын тамақты көп жеп жатырмыз. Сіз өзіңіз қандай тағамды жақсы көресіз? Бәрібір. Бәрібір ма? Бірақ сүт, айран қолдан үйдің тағамдарын, табиғи тағамдарды жейсіз ғой, сөп, талқан деген сияқты. Ет қазақтың. Оның бәрін жешеміз ғой. Талқан. Иә. Талқан жақсы ғой. Иә. Апа, қай жылға дейін ораза ұстадыңыз? Ораза ұстадыңыз ба? Жоқ, ораза ұстаған. Ұстаған жоқсыз ба? Көкеміз ұстады ма? Ол да ұстаған жоқ. Ол да ұстаған жоқ, иә? Шопанда жүргесін қиын болады ғой бәрі де. Иә, балдарыңыз енді сіздің жолдарыңыз қуып шопан болды ма? Жоқ. Шопан болған жоқ. Қолдағы балаңыз қандай қызмет атқарады? Қандай жұмыс жасайды? Қолдағы балаңыз? Біреуі оқушы, біреуі енді не қылды? Келін бар ғой қолда?
отыр ғой. Сәлем жасай ма азанда? Иә. Күнде Бәрін істейді. бәтесін алады, бәтеңізді алады. Ал апа, мен сізді көріп қуанып жатырмын. Сізді апа Қазақстанның барлық халқы көреді. Енді осы біздің сөйлесіп отырғанымызды естиді. Сіздің батаңызды тыңдайды. Құдай қаласа Алла өмір берсін деп тілейміз. Енді сіздің жастарға берер батаңызды тыңдасақ дейміз. Бата берсеңіз. Бақытты өмір болыңдар, балаларыңыздың өмірі Алла қабыл болсын. Әмин, Аллаху акбар. Айтқаныңыз келсін апа. Иә. Осы батаңыз арқылы бүкіл еліміз өркендеп өседі деп есептеймін. Сіздің жасыңыздың осындай еңбекпен жеткеніңіздің өзі бізге ұрпаққа өнеге апа. Ал жаңағы ұл қыздарыңыздың атын есіңізге түсірдіңіз ба? Қыздың Айтгүл. Сосын кім? Айтып жіберіңіз. Амангүл. Амангүл. Айта беріңіз. Жақсан. 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 Сосын Жалғас. Жалғас. Таңатар. Таңатар. Мені бәрін біліп тұрсыз ғой апа. Өзіңіз шамалы ұмытып қалғансыз ғой. Қандай тамаша. Енді осы балдарыңыздың Құдай қаласа бақытты болары сөзсіз апа. Сіздей анасы бар балалар ешқашан қартаймайды. Ұрпақ та қартаймайды деп есептеймін. Апа, бүгін мынау руханияттағы рухани сұхбатқа арнайы келіп, уақытыңызды бөліп келгеніңізге сізге көптен көп рахмет айтамыз. Келем ғой, алып келсе келемін ғой. Иә, мінекей қандай тамаша. Иә, еш жеріңіз ауырмайды. Тамақты талғамай жеп отырсаңыз, одан артық не керек? Біз сіздей анамен мақтанамыз апа. Шиелі ауданында 42 социалистік еңбек ері болған. Білесіз ғой, өзіңіз Шырынкүл апаларымыз, оның ішінде Ұлбала Алтайбаева апамызды, Жадыра Таспамбетова, Айша апамызды, міне осы кісілердің барлығы осы еңбектің арқасында алды. Ал сіздің медальдарыңызды сол еңбектің арқасында берді ғой шопан кезінде. Мінекей қандай тамаша. Әлі де құрметтеп жатқан шығар сізді. Иә. Ауылда осындай іс-шара өтсе шақырып тұра ма? Иә. Ана Ұлман деген қызыңыз әйелдер кеңесінің төрайымы ма? Отыр ма? Сол кісі шақырып тұрады ғой. Иә. Барып тұрасыз ба клубқа? Алып барады. Қандай тамаша. Мінекей апа, мынау айтып тағы да айтып жатырмыз. Сіздің өсиетіңіз, өнегеңіз бізге үлгі болатын болды. Мынау келгеніңізге көптен көп рахмет деп айтамын. Жақсылық болсын. Үйіңізде өзіңіз ауырмаңыз апа. Сіздің осы әңгімеңіз біз қанша халыққа үлгі болып жатыр. Сондықтан рахметтен басқа айтарымыз жоқ. Рахмет сізге апа. Рахмет. Құрметті ағайын, бүгінгі қонағымыз біздің Гүлжамила апамызға көптен көп рахмет айта отырып, бәріміз де осы кісінің 100 жылдық тойында кездесейік демекпіз. Хош, сау болыңыздар. Хабарды жүргізген құтты қыз Шайық қызы, еліміз құтты, азаматтарымыз мықты болғай.